Үй алып сату кәсібіндегі флипперлер үшін ең үлкен қателік бұл долгостройға түсу. Екі үй алып, ол екі үй маған таза 10 миллион әкелсе де, мен үшін бұл ең үлкен қателік болды. Неге? Себебі 2023 жылы ЖК Ақкентке ақша салып, үйімді ала алмай, бір жыл күткен болатынмын. Яғни менің 30 миллион теңгем бір жылда тек 40 миллион болды. Әрине, сіз үшін бұл күшті шығар, бірақ мен үшін емес. Мен бір жылда 30 миллионды 60 миллион етер едім. Мысалы, мен 2 айда 2 үйді ремонттап сатсам, олардан таза пайда 3-4 миллион болса, 12 айда 30 миллионға тағы 30 миллион қоса алатын едім. Сондықтан да бір жылда тек 2 үй сатып 10 миллион үстіне көру мен үшін сабақ болды. Мен 5 жылдық тәжірибесі бар флиппермін. Флиппинг дегеніміз ескі үйді немесе черновой үйді алып, ремонттап, мебельдеп, дайын күйде сату кәсібі. 2024 жылы 60 үй сатқанмын, ал 25 жылы осы салада 80 флиппер шығарып, 50 үй сатқан екенмін. Егер сіз де 2026 жылы осы саланы меңгергіңіз келсе, маған тіркеліп, комментарияға үй деп жазып кетіңіз.